Мына қол қышып жатыр, ақша түсе ма бұл? Қақтың ақшасы бір жуынып алу керек еді атаң келеді. Мынау іргеліде Қайнар деген палуан болған. Кәдімгі аттан түспейтін, аттың құлағында ойнап отыратын. Саусағымен. Таза шабандоз анау. Ана тақымы дегеннен ана қысқанда өлтіріп қояды. Кәдімгі аттың өзі дейтін. Ол футболистерім ойнай алмайды. Олардың аяғына галошки кесіп қою керек. Өздері үшін ойнайды заңғылет. Баяғыда осы біз ауылда қой кезек деген болады. Көршілер жаңағы бір-бірін қойын бағып сөйтіп шығады. Иә. Қазіргі жастарым осы малын бағып берші. Міне дейді саған. Бақпайды ғой қазір, олар телефон ғой. Мына Жұмаштың сиыры туыпты ғой. Ұрғашы дейді. Иә. Жаңа уызға шағып кеткен, уыз ішіп кетсін дейді. Одан кейін анау әйелі босаныпты. Оның да уызын ішеміз бе? Сіз негізінде ішімдік көп ішесіз бе? Иә. Оны жаныңызда алып жүресіз бе? Иә. Дәл қазір қасыңызда бар ма? Иә. Құш. Бір олай подушам әңгіме айтамыз. Сіз маған дәл қазір сурет салып беріңізші. Бұл жерде мен қоянның суретін көріп тұрмын. Яғни сіз біраз адамға қарызсыз. Жоқ, қарыз емеспін мен. Олай демеңіз. Сіз анаңызға қарызсыз. Менің өлгім келіп жүр. Тыныштықта не болып қалды? Мен қарыздарым көбейіп кетті. Бұл қарызды жұмыс істеу арқылы төлеуге болады. Мен TikTok түсірдім. Қалауымға бардым. Өле салшы сен. 18 жақта мост бар. Содан құласаң, әдемі сөзің жерге. Аңқа табамыз. Зор болды. Біраз клиент жібердім де соған қарай. Сіз менің айтқандарымды орындаңыз. Сіздің айтқандарыңыз бәрі өтірік. Жоқ, сіз мені тыңдасаңызшы. Сендер алдап ақша табасыңдар. Мен мал аузымды айырамын қазір. Түсіндің ба? Кеп тұрыңыз. 8 мартта класстағы қыздарға ештеңе сыйламайық. Сосын диасқа айтайық. Қызына ешқандай подарка бермесін. 96 дәптер әпермейді. Осы біз 9 май болған кезде сендер емес осы оқысан деп қант жеді ғой. Айди ше, брат, неге 8 март бар ғой. Қыздар мейрам емес ғой. Қыздар жеңе алмайсың бәрібір. Қызыңмен қалай ұрысып қалдың е? Болмайтын нәрсеге ұрысып қойгенше. Бір классасын құттықтап сториске салған екен да. Соны пайдаланып үлгергенсің ғой. Примерно бір 13 мартта ма кешірім сұрайсың ғой. Неғылды сен қызыңа бірдеңе сыйладың ба? Біздің қыз ақылды ғой, ештеңе сұрамайды. Сен оның статусын көрдің ба? Жоқ. Анаң статусында тек iPhone 12 ғана жоқ па? Айтпаса біраз нәрсені намектаған ғой, сен қарап жүрсең. Естідің ба 8 мартта гүл сыйлауға болмайды деп отыр ғой. Кім айтып отыр ғой? Жоғарыдағылар. Хош. Коронавирус шығады деп отыр ғой. Басқа осы заңды қатты ұстанасың ғой енді. Мама жібермейді деген несі? Сәл хотя бы сұранып көрмейсің ба? Қоя бер енді жарайды. Аха, давай. Анаңа рахмет.